енді мен сіздерге и жасаудың тегін жолын көрсетейін. Бұл жерде қараңыздар, жай фотогенерация жасап, осылай ютубқа салып отырып, миллиондап просмотр жинап жатқан каналдар бар. Жасанды интеллекті ютубты енді бастап жатқан новичоктарға бұл таптырмас идея. Ешқандай вложениесіз тегін жолын көрсетейін сіздерге. Мұқият тыңдаңыздар, бұл жер өте маңызды. ChatGPT-ге біз дұрыс запрос жазамыз. Ағылшын тілін білмесеңіздер, уайымдамаңыздар. Самое главное, осы жазған сөйлемді сіздер ChatGPT-ге көшіріп жазыңыздар. Бұл сөйлемнің мағынасы біз ChatGPT-ге былай деп тұрмыз. Мен саған қазір бір іс-әрекетті айтамын, сол іс-әрекетті әдемілеп суреттеп баяндап берші деп тұрмыз. Яғни біз ойымыздағы бір идея кадрдың әдемілеп баяндалуын, суреттелуін сұрап тұрмыз. Ол бізге жарайды дейді. Содан кейін біз уже орысша жазамыз. Мен саған орысша жазамын, бірақ сен маған суреттелуін ағылшынша сразу переводпен жазып бер дейміз. Сөйтіп ары қарай өзіміздің ойымыздағы бір іс-әрекетті жазамыз. Например, мысық жұмыртқа қуырып жатыр деген сияқты. Егер өздеріңіздің қалауларыңыз болса, например, ол код қандай киімде тұру керек, қандай шапкада тұру керек, қандай түсті болу керек, оның барлығын тоже жазыңыздар. ChatGPT жазып берген баяндаманы осылай көшіріп аламыз. Leonardo AI деген жасанды интеллектке кіреміз. Бағана көшіріп алған баяндамамызды осында вставить дейміз, промпт деген жерге. Ар жағында еш нәрсе өзгертудің қажет жоқ, тек қана егер форматын өзгерткілеріңіз келсе, форматын өзгертсеңіздер болады. Генерацияны басамыз и күтеміз. Бізге екі түрлі фотоны шығарып береді. Ал енді қараңыздар, вроде бы нормально фото, бірақ біз ойлағандағыдай емес, біздің ойымызда басқаша көрініп тұрды яичница жасауы. Егер осылай ойыңыздағы сурет шықпаса, сіз қайтадан ChatGPT-ге барып, более детально қайтадан жазасыз. Именно нені көргіңіз келді. Сөйтіп біз қайтадан ChatGPT-ге барып, уже в синем фартуке, готовить завтрак на кухне, днем деп, перед окном деген сияқты уже детально солай жаздық. Ол бізге қайтадан жақсылап, детально бәрін жазып берді. Копировать етеміз де, ана жаққа барып қайтадан вставить етіп, генерацияны басамыз. Ал енді байқаңыздар, уже басқаша, біз уже ойымыздағы кошка келді алдымызға. Тағы да бір кадрды алайық, чтобы потом сіздерге оны қалай спецэффектпен ютубқа жүктеу үшін. Кот гуляет на улице деп толығымен баяндап жаздық. ChatGPT бізге көшілер жазып берді, соны Leonardo AI-ға барып вставить еттік. И бізде идеальный фото шықты. Leonardo AI 150 токен күніге береді. И әр фотоңызға 10 токен ұстап қалады. Сол үшін сіздерге 150 токен күнделікті жетеді деп ойлаймын. Суреттері өте качественный, и байқасаңыздар, біздің тамақ істеген мысығымыз бен қазіргі киінген мысығымыз бірдей. Яғни и сол мысықты өзінің несіне сақтап алған. Тура осы жолмен тағы да басқа кадрлардың суреттерін жасай берсеңіздер болады. Мен тек осы екі суретті қазір CapCut-ке барып, қалай әдемілейміз, соны көрсетемін. Ал енді қараңыздар, CapCut-та да тегін спецэффекттерді табуға болады. Бірақ мен сіздерге кеңесім, алғашқыда енді осы жолды бастап жатсаңыздар, жасанды интеллектпен енді танысып жатсаңыздар, мүлдем еш нәрсе сатып алудың қажеті жоқ. Leonardo AI-да да, CapCut-та да ешқандай подписка алмай-ақ қойыңыздар. Тек қана осылай фотоларды салып, ютубқа жүктеу арқылы ютубпен таныса беріңіздер. Яғни басында барлығын күштілеп жасаймын деп еш ойламаңыздар. Мен сіздерге айтқым келіп тұрғаны еш ойламаңыздар деп, яғни энергияңыз оған кетпесін. Сіз алдымен бастапқы жолыңызды осылай бастаңыз, қадамыңызды. Ары қарай уже подписчик қаралым жинап жатқан кезде, сіздің де біліміңіз арта бастаған кезде, сіз уже сезесіз. Ананы мынаны қарап, көріп, зерттеп, уже сіз ішіне кіріп түсіне бастайсыз, алгоритмін түсіне бастайсыз, логикасын түсіне бастайсыз. Leonardo AI-ді тағы да түсіндіріп кетейін. Leonardo Phoenix дегенді таңдаймыз. Phoenix-тің ішінде ары қарай Creative деген тұрады. Creative-ді таңдаймыз. Cinematic, 3D, Dynamic деген нәрселер бар, бірақ олар басқаша бізге шығарып береді запросымызды. Мысалы 3D дегенді таңдасақ, бұл бізге мультяшный стильді шығарып береді. Сонымен тегін жасау үлгісі осы. Новичоктарға кеңесім осылай бастаңыздар. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жекеме жазып қоя беріңіздер.